Бола берсін. Бәріне сәлем. Бүгін 31 декабрь, сағат таңғы 9. Мен түні бойы мактың алдында отырып ұйықтаған жоқпын. Қазір кішкене дейін ұйықтаймын. Бүгін жаңа жылдың күні. Жаңа жылдық атмосфера жоқ. Бірақ жаңа жылға үйдегілердің қалай дайындалатынын, жаңа жыл күнін қалай өткізетінімізді, ауылда қандай үйде тұратынымды көрсететін болам. Бірге болыңыздар, бірақ қазір ұйықтаймын. Примерно 8 сағаттан кейін кешкі 5-6-да тұрып көрсететін болам. Оған шейін біраз нәрсені істеп тастайтын шығар уже. Қазір міне Алматыда 10 октябрьде болған видеоны енді монтаж жасап жатырмын. Мен ұйқыдан тұрған кезде үйдегілер уже ужин ішіп жатады. Ал ужин почти менің обедім. Содан кейін барып түні бойы жұмыс істеймін. Сосын тағы бір ужинға бір нәрсе жеу керек болады. Қазір осы дым пайдасы жоқ шпроты мен бауырсақты жеп алып ұйықтап алам. Сосын ары қаратай кешке қаратай кездесетін боламыз. Сағат 8:30 болды кешкі. Мен ұйқыдан енді тұрдым. Мана сразу ұйықтаған жоқпын. Сағат 1-ге қаратай жатып, ұйқыдан жаңа әрең тұрып жатырмын. Қазір екінші каналыма, то есть бірінші каналыма 950 000 подписчигі бар видео салуым керек. Монтажерім видеоны жүріпті 2 сағат бұрын, ал мен ол кезде ұйықтап жатқам. Қазір соны істеп тастау керек. Содан кейін барып видео не болып жатқанын көрсетемін. Jangan berat. Çöp. Yenge var mı? Haber. Hani? Jasmine. Şaşırıp durun. Şaşırıp durun. Жаңа жылдарыңызбен. Асиктің мамасы шаршап тұр. Балтан қарасы қылдағы. Привет. Жақсысың. Мен андай фруктовый нервізен жатырмыш пашкемен. Былтырдағыдай. Жаңа жылдарыңмен. Мама да тәртеген жұмыс қой, терлік көткесі ғой. Бәрі нормально, мамасы жатыр. Kim var ел болған? Міне, Асик, оны да көрсетіп қояйын. Мамасы жатыр. Бәрі типа немножко хотя курзаттарды алдырып тастап жүргенде не надо деп. Тағы неме мақтанасыңдар, жүріңдер көрсет жүріңдер. Мам, шашу керек қой, мама? Шашу керек қой? Лень, конечно, если не лень дейді. Салатты жеу үшін бір проблема бар. Түшу керек. Ерініп тұрғансың ба? Мам, сізде 5500 подписчигіңіз бар ғой, қалай ютубер болған? Менен көп қой подписчигі. Мен поздравить етулеріңе болады, так что жайдам жүрген жоқ, үйлеріңде байқақ қойыңдар. Так, маған қоштасаңдар жаңа жылда бүгін. Кеттім жатам дедіңіз. Жатам, қазір аяқты көтеріп қойып. Если что. Банди. Не кушай это на Новый год. Көлен келеді, түсіндір бір-бірлерін. Қазір мен кайфовать етіп жүрген адамдардың спискісін көрсетем. Біріншісі міне. Мынау тиктокер. Қанша? 88 мың ба? 82 мың ба? 82 мың, бірақ қазір активный жоқ, тикток өліп қалған. Өзіміз Өлтіріп тастаған дым түсірмей. Құлай айтпақ сені таныды ғой, бір рет па? 5 рет таныды ма? Күшті ма? Мына мен фотоға түскен ғой да, адамдар Алматыда. фотолар бардың мен. Менде ютубта основной каналда 950 000 подписчик бар, бірақ мені бірде-бір адам танымайды. Сұрақ қоя берсейші мен жауап бере беремін. Соңғы рет оң қолмен қашан жұмыс істедің? Так, мана тамақ турады.
Мен нормально ойнамай ғой сен. Мен нормально жауап беріп тұрмын. Дұрысын. Маленький. Тісімді жуған жоқпын әлі. Ага. Өте сәлем. Мана күндіз ұйықтағанда ұйықтай алмай әнемен жауап берген. Ауылдағы үйдің түрі слишком страшный. Сваливать ету керек побыстрее. Қай жақта тұрғың келеді? А? Қай жақта тұрмын? Франция. Қазір Қазақстан ішінен ба? Қазақстан ішінен. Мә, Алматыда тұрғың тиктокерлар басқа елдерде позволять етіле ма не өмір сүруге? Сосын ауылда ұнай ма? Осындай тұрып жатқан жер ұнай ма саған осы? Кішке нормально ебелсіз тұра бер ма? Всем привет! Наш канал поздравляет всех с наступающим праздником. Желаем счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Видеода бір-екі косяктар бар екен. Соларды дұрыстап тастадым. Монтажерға қайтып жіберсем үлгермейміз, өйткені оның ноутбугында рендерить етіп видеоны сақтау ұзақ уақыт кетеді, сондықтан өзім істеп жатырмын. Қазір барып тісімді жуамын, сосын возможно басымды жуып аламын. Менің қазір ауылда тұрмауымның себебі ауылда интернет нашар, YouTube пен басқа нәрселермен интернетте айналысуға ешқандай мүмкіндік жоқ. Скорость максимум 5 мегабит секунд, ал былай 1 мегабит, 2 мегабит секунд болып тұрады. Скорость загрузки YouTube'тағы жаңағы видеомды қазір мен YouTube'қа салу үшін маған 3 сағат кетеді. Осындай маған жұмыс істеуге қолайлы, күшті мүмкіндіктер берген монополист Қазақ Телеком компаниясына рахметімді айтам. Обороты 182 миллиард теңге. 2015 жылғы данные бойынша және де таза пайдасы 24,2 миллиард теңге. Осындай оборотпен, осындай табыспен менің ауылыма уже қаншама жыл өтті, әлі нормальный интернет тартып бере алмайды. Мен ауылыма ғана емес, Астананың көп үйлерінің өзінде нормальный интернет жоқ. Қазір сағат 21:21. Қазір қарап көреміз қанша сағатта салынып болатынын. Оғанша мен тісімді жуып, салат бір нәрсе жеп аламын, маман жақта шақырып жатыр. Исак нелерін жеп алған ғой, әдемілер. Помидор нелерін шығарып жатырмын саған. Ішіне нелер бар еще. Сыр нелер бар, огурцы, мекиханы. Ойлап қалмадым, баласы жеп қойыпты деп. Жылымай жүрші. Иә, жылы. Құрсал. Асық қайтым, құрсал. Гайын алды. Жылы. Маған жуасса қазір енді сорлап. Қайсына? Жуам бақа. Не, 12 кеші жуып тазар газдарын жұтты. Өмір ашықта жасап отыр. Мен де басымды жуып алдым. Мына жерге жуып алдым. Ертең не істелік қарап отыр. Қайда? Біздің ауылдағы үйіміз хардкор, контраст. Пятизвездочный отель. Кетейі бар. Минус 250 звезда ол. Сен сонда не өз үйіңді солай бағаламақшысың ба? Тиктокер, сразу көрініп. Өзіме әдемі ескі болса да. Не істейсің, не? Тырнағым түсірмеді. Тырнағын түсірме? Алмайсың ба? Солайын деп отыр. Маған дамыл бере ма бұл? Күндік күні тұрғаннан бастады жая. Күндік. Сағат 11:30 болды. Видео әлі 45%-ке ғана загрузка жасалды. Әлі 1 сағат 40 минут бар деп тұр. Бүгін мүмкін үлгермеймін. Қараңыздаршы, осы интернеттің кесірінен мен істеп жатқан жұмыстарыма, пайдама және де болашағыма біраз әсер етеді. Например, бүгін видео салмай қойсам, YouTube-ның алгоритмдері келесі жолы менің YouTube-дағы видеоларымды көп аудиторияға көрсетпеуі мүмкін. Ал қазір міне осы видео салынбағанның кесірінен менде бір апта бойы YouTube-та просмотрлар аз болуы мүмкін. Соның кесірінен пайда да аз болады, табыста. Сол үшін Қазақ Телекомға рахмет. Нефеда сенен не қинақ қойдың еркек қол? Олдарызке айна азанге олызай. Оверсайз унисекс ба? Не болды? Ерін бояу. Детский.
Детский болса не болот. Андағы менің Детский помада. ерім жарылған жағын. Қыздар дайындалып жатыр. Мынаны киндер қойды да бейшараны қинап. Кассапчық бол, кассапчық. Еркек қой негізі сап-сары қызарский ғой, бантик бар ғой да жан. Мантыгын алып салайық, гүл. Әлі гүлмейміз қазір. Конечно, өлмейсіңдер. Красота требует жертв. Красавчик қой, красавчик. Менде киім жоқ, осы футболкамен былтыр қарсы алғам. Шашым өсіп кеткен болған тоже. Биыл да өсіп кеткен. Енді қазір өзі жалғыз ғана футболкам бар, надан басқа бөлек, возможно, соны киіп алам. Мен өзім ютубыма саламын мынаны. Бір шет пісіріп тұрмын қазды. Ал сәлеметсіздер ме, менің көрермендерім? Бүгінгі 2021 жыл құтты болсын. Сіздерге мол табыс әкелсін. Отбасыларыңыз аман болсын. Қуанышты күндеріңіз көп болсын. 21 ғасырдың 21 жылы толағай табыстарға, жаңа жетістіктерге толы болады деп сенемін. Мынау менің өмірімдегі бірінші бірлігіміздің қадір. Мынау менің өмірімдегі бірінші компьютерім. Ауылда әлі тұр. Мам, лапша бар ма? Мыналар махаббат қой. Байсыздық жүрек бол. Күн сыры көреген? Ой, оны аяқ қарақ болған ғой. Бұл көттіндер ба? Папа өкіміз беттім. I love you. Айла. Ане, сұрап өне Жаңа жылдарыңмен. Яш бол папаға. Тұру керек қой, не беріп отыр. Әніманда шампан ішті. Қайтана жылан. Бірінші жаңа жылы өміріндегі. Ақпайсың ба? Мужик. Ақпаяды. Ақпайсың. Қолын жуайын аз енді. Ал. Жаңа жылдарың құтты болсын. Мына ескі жыл жаман болған жоқ. Жаңа жылымыз күшті болсын, табысты болсын, бай болайық, қуатты болайық, 4 бөлмелі үй алайық Елордадан. Жылда осылай жаңа жылымызды отбасымызбен амандықта басымыз аман осылай 4 қолымыз тең болып, әке-шешелеріміз аман болсын. Ал сол жаңа жылдарыңмен тағы да. Бізге соқ келмейді, басқа бірден сөйлетпеңдер. Енді болмайды. Кеттік ал. Шампан. Жаңа жылдарыңмен құтты болсын. Я айнасы мен соқ сұрамай қалдым ба не? Гүл. Неге ана трубочка соқ қойыңдар, е? Айназға жұмыс алып. Ішіне қостында қос деген нәрсені? Енді фото түсіп қал. Бәрімізді Гүлнұр қинап фотоға түсіртіп жатыр, сол үшін ешкімнен настроение жоқ, сол үшін. Қарнасып отыр. Осы аяқтан базон шығады. Өтіпке дейін тамақ ішпегендер ұқсап. Мен ішкен жоқпын, мен ұйқылан едім. Бір күн бол тамақ ішпегенде. Мана отыр. Түсіп алып, содан кейін Картайған. Батарейка бітпейді. Менікіне тағы бір фотоға түсіп жүрек қане? Давай, все. Бір күні біз неде бір. Енді бұлай, айбасаң да сен ол. Күлдерсен енді? Күлдік қолына. Кеттік ал. 1, 2, 3, күлдер ал. Видео ғаным. Жұрттар, салют атып атыр жұрттар. Кеттік, кестес. 5 минут тамақ жойық, салют атайын. Анау қанғасы кеткен деп жатыр. Жүріп отыр ма? Анасы толтырып кетіп жоқ сағандарыны. Тамақ жоқ, не жоқ. Тамайды я бітке олай деп осындайды. Анау соғын әйтеуір. Әдеп қойген бұзылар әдем сияқты. Оқшат сұр. Бұрында менде ғана iPhone болатын тұғын, барлығын менің телефоныма түсіп сосын сұрап жүретін тұғын. Қазір Исокта iPhone бар, Гүлнұрде iPhone бар, жақсы болды.
қинамайды адамды. Өздеріне түсіп жатыр. Еще миллион фото түсіреді, ана бүкіл память толтырып, мен еще фотоларды өшіруге ерінем, и қимаймын фотоларды. Әлі былтырғы жылдағы ешқайда салынбаған жаңа жылдың фотолары тұр, дымға керек емес. Алло, мама, сәлематсыз ба? Апа қыл тиген. Қалдарыңыз қалай, амансыздар? Мен анау сөйлесіп жатырмын ғой. Иә, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Бір күн звондамасам ренжи. Туған күніңіз құтты болсын. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Бала шағаңыздың қызығын көріңіз. Иә, ауырмай, сырқамай. Жылдан жылға осылай жаңа жылда біріміздің дауысымызды естіп, қуанып отырайық. Сол апашка, бәріне сәлем айт. Тағы да жаңа жылдарыңмен. Сәлеметсіз ба? Мама, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз ба? Жақсыңыз қалайсыз? Туған күніңізбен, әжем. Туған күніңізбен, жаңа жылыңызбен. Міне, берейін Асикка. Алмайды телефон. Да, Диана. Сәлем жаңа жылмен. Все, давай, рахмет. Саған да сондай. Мана Исоптың істеп жатқан нәрсесі. Алмайсың ба? Солай не жатыр. Маған дамыл бере ма бұл? Балаларым, мына 2021-де салют атып келейікші, құдай үшін деп. Штраф. Жаман нәрселерді салютпен шығып кетсін аспан. Мә, саған деген фантазия. Мынаны президенттің өзі ойламап еді ғой. Далаға салют атуға шығып бара жатырық. Салют негізі не экологично келсем. Бірақ атуға тура келейін деп тұр. Келесі жылы, возможно, атпаймыз. Гуччи, Прада, Луи. Не, анау Джек деген жігіт. Дайынбыз, папа. Шындылық дегенде, өмір деген осы, барлығын камераға түсіресің да, шын өмірде ішінені сезінбейсің, мынау бүкіл камераның экранынан көресің да, барлығын ешқандай кайф емес. Қазір өміріміз сондай болып кеткен. Соткаға қараймын деп не оған көре алмай қалдық. Ана екеуміз күліп жатырық. Мен камераға түсірдім, камераның несінен ғана қарап тұрмын ғой, басым істемейді. Бұрында түсіріп жүрген кезде өз көзімен қарап тұра беретін, енді камераны примерно қолмен нормально қойып. Қазір өзім не оған білмей қалдым. Үстіме 7-ші класста киген күртемді киіп алдым. Әлі размері кеп тұр ғой. Үйде төртеуміз ғана қалдық. Қалғанның барлықтары кетіп қалды. Қарындасым достарымен кетті, інім тоже. Мен ғана қалған. Сағат таңғы 2:56 болды. Видео почти енді ғана салынып болды каналға. Ан жерге мен Айназын несін төгіп алдым, пепсиін. Жерге қойып кеткен ғой, мен төгіп тастадым. Мен үшін Айназ таяқ жеп тұрса естіді. Мама оны уже жуып, сүртіп үстіне бір нәрсе жауып қойды. Сол, қазір красный барқытпен кофе ішіп жатырмын. Мен негізі тәтті жемеймін. 30 күн бойы тәтті жемеген экспериментім болған. Инстаграмда көрсеткем. Видео жақын арада шығады. Уже ол эксперименттің өтіп кеткеніне 2-3 ай болды. Әлі видео жасаған жоқпын. Ассалаумағалейкум, баракатух. Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Мен атеисткенді біліп прикол ұстап жатыр, если что. Ютубта влогтасын бір нәрсе айтсам болады. Сәлем, әлем. Кішкентай ғана жалдама деген ауылдан сәлем. Барлығы бітті. Мамалар қазір ыдыстарды жуып жатыр. Советский Союздан қалған ыдыстарды. Сағат таңғы 5-тен 9 кетті. Мен монтаж жасауға отырып жатырмын, осындай мини уютный атмосфера, уголочек жасап алып өзіме. Мамалар ыдыс жуады, жаңа көрсеткенімдей. Бүгінгі күнді, жаңа жыл күнін отбасымен қалай қарсылығанымды көрсететін болам. Мана таңертең айтқан сияқты. Бұл видеоны қазір монтаж жасап тастамасам,
ешқашан жасамайтын сияқтымын, өйткені 1-2 күн өткеннен кейін видео өзінің актуальнысын терейт жібереді біріншіден. Екіншіден, менде уақыт болмайды жасауға. Қазір тығыз уақыт болғандықтан, аз уақыт, қазір 11-де менде ағылшын, одан кейін әжем үйіне қонаққа бару керек, мен ұйықтамайтын сияқтымын. Осы тығыз уақытты пайдаланып, тез жасап шештім на горячую руку. Видео ұнаса, каналға подписка жасап, лайк басып, комментарийге өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл видеоларда көп просмотр болмауы мүмкін, және де видеолар хайповый емес, ешқандай емес, менің өмірімді өзімнің көрсетем, ешқандай массаға, ешқандай бір миллион просмотрға емес екенін өзімді білем бұл видеолар. Бірақ бәленбай жылдар өткеннен кейін естелік ретінде қалады. Сол үшін жалғыз мотивациям сол әзір. Не айтатынымды білмеймін, алдында камераға кішкене үйреніп қалдым Алматыда болған кезде. Қазір 2-3 ай вообще камераны қолыма алмағам, сөйлей алмай тұрмын. Осымен видеоны аяқтаймын, барлықтарыңызға рахмет. Біріншіден бұл видеолар маған өзіме естелік үшін, уақыт өткеннен кейін қарап, осы моменттерді, осы эмоцияларды переживать ету үшін. Бірақ бәрібір де каналға подписка жасап, лайк басып, комментарийге өздеріңіздің ойларыңызды жазып кетіңіздер. Келесі кездескенше қош болыңыздар жаңа жылдарыңызбен. Үйлерінің өзінде нормальный интернет жоқ. Ау! Ай-ай-ай! Бізді Гүлнұр жылда қинап фотоға түсіреді, тағы түсіріп қиналып, бүкіл настроениесі жоқ. Ал, сен! 1, 2, 3.